Сәлем достар, бүгін біз сіздермен орташа жылдамдық тақырыбына есептер шығарып көрейік. Бірінші есептің берілгенін қарастырайық. Дене 2,5 минутта 1500 метр жол жүрді. Дененің жылдамдығын анықтаңыз дейді. Бірінші берілгенін жазып аламыз. Т тең болады 2,5 минутта дейді. Ол 1500 метр жол жүрді. Енді дененің бізге табу керек жылдамдығы қанша? Бізде тек қана уақыт халықаралық бірліктер жүйесінде берілген жоқ. Демек, оны біз секундқа айналдырамыз бірінші. 2,5 минутты көбейтеміз 60-қа. Бізде шығады 150 секунд. Келесі талдау бөлімінде біз жылдамдықты анықтайтын формуланы жазайық. Яғни жылдамдықты біз орын ауыстырудың уақытқа қатынасымен табамыз. Енді сан мәндерін қойып есептейік. В тең болады. Орын ауыстыру бізде 1500 метр. Ал уақытымыз 150 секунд. Демек, жылдамдығымыз 10 метр секунд болады. Яғни 2,5 минутта 1500 метр жол жүрген дененің жылдамдығы 10 метр секунд. Енді келесі тағы мынандай есепті қарастырайық. Бұл жерде велосипедші жолдың бірінші бөлігін 0,5 сағатта, 0,5 сағатта, ал екінші бөлігін тағы да 0,5 сағатта жүріп өткен. Алғашқы бөлігі жолдың 10 километр, ал екінші бөлігі 26 километр. Бізге табу керек велосипедшінің орташа жылдамдығын. Метр секунд бірлігінде дейді. Ол үшін бірінші осы өзінің берілген өлшем бірліктерінде қалтырайық. Яғни орын ауыстыруларын километрмен, уақыттарын сағатпен өлшейік. Ал соңында орташа жылдамдықты есептеп алғаннан кейін оны метр секундқа айналдырамыз. Алдымен орташа жылдамдықтың формасын жазайық. S1 қосу S2 бөлеміз T1 қосу T2. Себебі жол екі бөліктен құралып тұр. Енді есептейміз. Бұл орташа жылдамдық. Мәндерін қойсақ, S1-іміз 10 километр. Қосамыз, S2-іміз 26 километр. Қосамыз, T1-іміз 0,5 сағат. Қосамыз, T2-іміз де 0,5 сағат. Есептесек, үстінде 36 километр бөлеміз 1 сағатқа. Демек, жылдамдығы 36 километр сағат. Бірақ бізде жауапты метр секунд бірлігінде талап етіп отыр. Онда 36 километр сағатты бізге метр секундқа айналдыру керек. Ол үшін 36 километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін біз оны бөлеміз 3,6-ға. Бұл 3,6, яғни километрді метрге айналдыру үшін 1000-ға көбейтіп, и сағатты секундқа айналдыру үшін 3600-ге бөлгеннен шыққан. Яғни тікелей 3,6-ға бөле салсақ болады. Сол кезде жауабы 10 метр секунд болады. Сонымен келесі есептің берілгенімен танысайық. Көлік алғашқы 40 минутта
60 км сағатпен жүрді. Яғни жылдамдығы 60 км сағат болды. Одан кейінгі 20 минутта 30 км сағат жылдамдықпен жүрді. Бізге табу керек осы көліктің, осы жолдың бөлігіндегі орташа жылдамдығын. Есептің шартында метр секундпен табыңыз деп берген жоқ. Біз осы километр сағатпен табайық. Алдымен формуласын жазайық орташа жылдамдықтың. S1 S2 бөлеміз T1 T2. Бізге T1 T2 берілген, бірақ S1 мен S2 жоқ. Оны қалай табамыз? V1 беріліп тұр, демек S1-ді V1 мен T1-дің көбейтіндісі ретінде, ал S2-ні V2 мен T2-ның көбейтіндісі ретінде табамыз. Енді есептейік. Алдымен S1-ді есептейік. Бірінші V1 берілген 60 км сағат. Ал T1-іміз бізде 40 минут берілген. Бір сағатымыз 60 минут болса, демек 40 минутымыз ол 3-тен 2 сағат деген сөз. Есептеуге қолайлы болу үшін жай бөлшек түрінде жазайық. Демек, S1-іміз шығады, 3 пен 60-ты қысқартамыз, 20 көбейтеміз 2-ге 40 километр. S2-ні есептейік. Бұл жерде жылдамдығы 30 км сағат. Көбейтеміз 20 минут. Бұл бір сағаттың 3-тен 1 бөлігі, 30 бен 3-ті қысқарсақ 10, 1 мен көбейтеміз 10, демек 10 км шығады. Енді бізге қажетті S1, S2, T1, T2 барлығы болды. Енді орташа жылдамдықты есептейміз. S1-іміздің орнына қоямыз 40 км. Қосамыз 10 км. Бөлеміз. Яғни 40 минутқа қосу керек бізде 20 минутты. Демек, жаза салайық, оны 1 сағат деп. 60 минут болады, онымыз 1 сағат. Демек, орташа жылдамдығы 50 км сағат болады. Яғни жауабы орташа жылдамдық 50 км сағат. Балалар, бүгін біз орташа жылдамдық тақырыбына есеп шығаруды үйрендік. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.